покажет всему миру о себе. Раскрытых стран мира. В этом огромная заслуга нашего президента Нурсултана Назарбаева. Әрине, негізі халықаралық көрмелер өткен 160 жылдан астам уақытта негізінен экономикалық алыптар саналатын ақш, Франция, Германия, Жапония, Бразилия, Канада, Ұлыбритания, Испания, Қытай және басқа елдерде өтіп еді. Енді олардың қатарында Қазақстан да еніп отыр. Әрине, біздің осынау жаңа танысымыз біздің бүкіл әлемде құрметті елге айналғанымызды тағы да көрсетіп беріп отыр. Өткен себебі, Лаура, 2012 жылға үмітсек, біз үшін халықаралық көрмелер бюросына мүше 160 мемлекеттің басым көпшілігі дауыс берген еді. Іс жүзінде Астананы бүгін бүкіл әлем таныды. Я желаю всем участникам выставки добиться поставленных целей и организаторам Экспо 2017 на уровне продолжать проводить эту выставку в течение 3 месяцев. Мы приглашаем всех посетить этот уникальный экспо-городок, прикоснуться к истории, потому что творить и развивать альтернативные источники энергии – это своевременный шаг, это на самом деле история, и мы ее пишем. Мұндай шоуды, мұндай алып қалашықты көргенде көрмегенде арманда, сондықтан қадірлі ағайын ертеңнен бастап экспо қалашығына кіріп аралай беруімізге болады. Бұл үлкен мүмкіндік. Ну и хотим еще призвать все человечество разумно и с умом воспользоваться и пользоваться благами земли, чтобы на самом деле не причинять ущерба и вреда нашей природе. Давайте вместе сохраним то, что у нас есть. Сидим بس أحد عدم تكون لا أحد عدم Звучат финальные аккорды такого красивейшего фейерверка. И мы понимаем, что летопись международной выставки Астана Экспо 2017 мы пишем с сегодняшнего дня, чем вас поздравляем. Добро пожаловать на международную выставку Астана Экспо 2017. Шынында да қадірлі ағайын, бүгінгі күн 9 маусым ел тарихына алтын әріппен жазылатыны анық. Осыдан 5 жыл бұрын мемлекет басшысы бүкіл отандастарды қоштасуға, біздің еліміз осынау кең ауқымды халықаралық оқиғаға белсенді дайындалуға шақырған еді. Мінекей бірліктің арқасында біз бұл халықтық құрылысты аяқтап әлемнің абыройына бөлендік. Сондықтан құтты болсын ағайын. Сіздермен бірге бүгін тікелей эфирді жүргізген әріптесім Лаура Жақыпова және мен